Сүйінші, 47. Ай, бәрекелді. Қалағаның қала ғой ұлының. Сүйінші. Әже 47 деп неге сүйінші сұрайды? Балам, қазақта қыз бала дүниеге келген кезде 47 деп сүйінші сұрау рәсімі бар. Ол тек қана сан емес. Қыз бала өмірдің бастамасы, ұрпақтың жалғасы, үйдің шырағы. Сол үшін де 47 деп сүйінші сұрайды. Қазақтың ежелгі әдетінде қыз туғанда 47, ұл туғанда ат ұста деп сүйінші сұрайтыны бар. Немесе қалың малға 47-ні матап берді дейтіні бар. Ал ол неге 48 немесе 50 емес? 47-ге неге тоқтаған? Демек, бұл жай 47 емес, өзіндік ұлттық мән мағынасы, ұғымы мен сыры бар 47 болғаны. Біріншіден, қазақ 40 пен 7 санын ежелден қасиетті өмір мен тұрмысқа құпия сыры мен киесі бар сан деп қараған. Мысалы, 40-тың бірі қыдыр, қызға 40 үйден тыйым, 40 күн шілде, 7 қазына, жетіскеннің 7 әлпі, жігітке 7 өнер де аз, 7 қат жер, 7 ата, 7 жұт. Осылай болса, халық өзінің құдалық салтында қалың мал санын 40 пен 7-ні қосып, ырымдап осы санға тоқтаған. Бұл сөз өткен ғасырларда жиі айтылып, дәстүрлерде үнемі қолданып, өмірде жасалып жатырған ғұрып.